де үлкен болуы мүмкін. Сонымен қатар ол ең тығыздығы төмен планета болуы ықтимал. Бұл планета өз жұлдызына өте жақын орналасқан, және оны толық айналып шығуға 5 күнге жетпейтін уақыт кетеді. Жақында тағы бір ерекше планета табылды, 9779. Ол өз жұлдызына өте жақын орналасқан, соншалықты жақын, бір айналымды небәрі 19 сағатта жасайды. Ғалымдардың айтуынша, оның температурасы болаттың балқу температурасынан да жоғары болуы керек еді, сондықтан ол бұрыннан буланып кетуі тиіс еді. Бірақ есептеулер оның температурасы шамамен 2000 екенін көрсетті. Бұл қалай мүмкін? Себебі планета қалың бұлттар арқылы жарықты кері шағылыстырады, ал жылу инфрақызыл сәуле ретінде қайта ғарышқа таралады. Тағы бір мүмкін емес планета PG 367. Ол өз жұлдызын небәрі 8 сағатта айналып шығады. Бұл өте жылдам. Салыстыру